Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі біздің алгебрамыз сабағымыздағы өтетін тақырыбымыз қысқаша көбейту формулалары. Соның ішінде екі өрнектің қосындысының кубы және екі өрнектің айырмасының кубы. Бұл тақырыптың оқу мақсатына сәйкес берілген мақсаты бұл жерде мына А қосылған В мен және А алынған В-ның кубы қандай формула түрінде жаңағы жіктер ашылатыны, осы қысқаша көбейту формулаларын бізді білу және оларды есеп шығаруда қалай қолдану керектігі. Ендеше бүгінгі күні біздің екі өрнектің қосындысын алып, оны кубтайық. Ендеше осы кубтаған өрнекті жаңағы формуланы біз мынандай өрнектермен А қосылған В мен А қосылған В-ның квадраты түрінде өрнектеп жазып, осы екі жақшаны жаңағы квадратын ашып және оларды көбейтуді орындап көрейік. А қосылған В көбейтілген А қосылып В деп отырған екі өрнектің қосындысының квадраты деп отырғанымыз бізде бірінші өрнектің квадратына екі еселенген осы екі өрнектің көбейтіндісінің қосындысымен және екінші өрнектің квадратының қосындысын жаңағы алады екенбіз. Енді ары қарай мына екі жақшаны көп мүшені көбейтуді орындап көрейік. Ендеше ол деп отырғанымыз бірінші тұрған А деп отырған бірінші жақшаның ішіндегі бірінші өрнек пен екінші жақшаның ішіндегі А квадратты көбейтеміз. Сонда А куб шығады екен. А-ны мына тұрған екінші мүшедегі екі А В мен А-ны көбейтсек, А-ның квадраты екі А-ның квадраты көбейтуге болады. Және А-ны В-ның квадратына көбейтетін болсақ, А В-ның квадраты шығады екен. Бірінші жақшаның ішіндегі бірінші өрнекпен біз екінші жақшадағы әр мүшені көбейтіп шықтық. Енді келесі В мен бірінші жақшадағы В деп отырған екінші өрнекпен мына екінші жақшадағы әр мүшені көбейтіп шығайық. Сонда А квадрат В қосылған 2А В-ның квадраты қосылған және біз В мен В квадратты көбейтсек, В-ның 3 дәрежесі шығады екен. Енді ары қарай біз ұқсас мүшелерді мына жерде біріктірейік. А-ның кубына ұқсас мүше бізде жоқ, сондықтан өзін жазамыз. 2А квадрат В мен А квадрат В-ны екеуін қосайық. Сонда ол жерде 3А-ның квадраты көбейтілген В шығады екен. Және келесі ұқсас мүше А В квадрат пен 2А В квадратты қосып алатын болсақ, онда бұл жерден біз 3А В-ның квадратының қосындысын алады екенбіз. Және соңғы В-ның кубы деген мына мүше бізде жалғыз. Сондықтан В-ның кубын міне осындай түрде қалдырдық. Енді қысқаша біз мына жерде осы екі өрнектің қосындысының кубы неге тең екен? Бірінші мүшенің кубына қосамыз 3 еселенген бірінші мүшенің квадраты мен екінші мүшенің көбейтіндісі және қосамыз 3 еселенген А мен В екінші мүшенің квадратының көбейтінділерін қосып және соңғы жаңағы екінші өрнектің кубын қоссақ, міне осындай формула алады екенбіз. Бүгінгі қысқаша көбейту формуламыздың бірі осы екен. Енді дәл осындай айырмасында алатын болса, айырмасы бізде А алынған В-ның кубы деп отырғанымыз, бұл мына дәл жаңағы сияқты осы өрнекті жаңағы несін көбейтіндіні осындай түрде түрлендіріп көбейтуімізге болады. Бірақ мен қысқа түрін бірден көрсете салайын. Онда бірінші өрнектің кубы алынған бірінші өрнектің квадраты мен екінші өрнектің көбейтіндісін 3 еселеп азайтамыз. Оған қосады екенбіз 3 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің квадратының көбейтіндісін және осыдан азайтамыз екінші өрнектің кубын. Міне сонда біздің бүгінгі тақырып бойынша қарастырып жатқан екі формуламызды, қысқаша көбейту формуласын екеуін қорытып шығардық. Енді балалар, ары қарай келесі біз осы тақырып бойынша келесі мысалымызды көрейік. Мынадай бірінші мысалды сендерге түсіндірмесін
мысалы бірінші мысалда а жағдайында 2m қосылған 3nнің кубы деп отырғанымыз мына жаңағы бірінші қосып шығарған формулаға салып шығамыз. Ендеше бірінші 2m деп отырған бірінші өрнектің кубы қосады екенбіз 3 еселенген 2m деп отырған бірінші өрнектің квадратын және 3n деп отырған екінші өрнектің көбейтіндісін. Оған қосамыз 3 еселенген 2m деп отырған бірінші өрнекпен 3n деп отырған екінші өрнекті квадраттап көбейтеді екенбіз және қосылған 3n-нің кубы. Енді осыларды есептеп көрейік. Тең болады. Мынау арада 2m-нің кубы деп отырған 8m куб. Қосылған 2m-ді квадраттасақ 4m квадрат. Оны мына жаңағы 3-тен 3-ті көбейтсек 9, оған 4-ті көбейтсек 36m-нің квадраты n. Және қосылған 3n-ді квадраттасақ 9n квадрат. 9n квадратты мына 6-ға көбейтсек бізде 54mn-нің квадраты шығады екен. Және қосылған 3n-ді кубтасақ, бұл жерде 3n-ді кубтаған кезде 9 және 27n-нің кубы шығады екен. Міне сонда біздің бірінші мысалымыздың нәтижесі осындай жаңағы 4 мүшеден тұрады екен. Ары қарай келесі ә жағдайында бізде 12 деген санды біз кубтап көрейік. Бұл санды кубтау үшін 12-нің кубы деп отырғанбыз, біз 12-ні 3 рет өзіне көбейтуіміз керек болатын. Көбейтіп есептеп келдік осы уақытқа дейінгі кезде. Енді біз оны бүгінгі тақырып бойынша мына екі өрнектің қосындысының кубына келтірейік. Ол үшін 10 және 2 деген санның кубын аламыз. Енді осыны формулаға салып, бірінші өрнектің кубы, яғни 10-ның кубы қосылған 3 еселенген 10 бірінші өрнегіміз, 10-ны квадраттап және екінші өрнекті көбейтеді екенбіз. Және 3 көбейтілген а көбейту 10-ның квадраты деп отырғанбыз, 3 көбейтілген 10 мен 2-нің квадраты қосады екенбіз және соңғы мүшеміз 2-ні кубтайды екенбіз. Енді арға есептейтін болсақ, мына жерде 10-ның кубы деп отырғанымыз біз 10 деген сан екенін жақсы білеміз. Және де мына 10-ды квадраттасақ 100 шығады, 100-ді мына екеуіне көбейтсек 600 болады екен. Келесі мына жерде 2-ні квадраттасақ 4, 4-ті жаңағы 30-ға көбейтсек 120 шығады екен. Және 2-нің кубы деп отырғанымыз 8. Мына арада енді қосатын болсақ 1728 деген жаңағы нәтижені алады екенбіз. Міне сонда біз 12-нің кубы деп отырғанымыз 1728-ге тең болды дегенді шығардық. Бүгінгі тақырыптағы мына жаңағы екі өрнектің қосындысының кубына сала отыр. Енді келесі ары қарай екінші мысалымызға көшетін болсақ, мына арада екінші мысалда нәтижесін қалай шығатынына көңіл аударып қарап алайық. Екінші мысал бізге мынандай бір өрнектер беріліп тұр екен. А-ның квадраты қосылған 4аб қосу 4б квадрат, алынған а-ның кубы, алынған 6а квадраты б, алынған 12аб-ның квадраты мен алынған 8б-ның кубы. Енді бұл арада байқап отырсақ, мына тұрған алғашқы 3 мүше және соңғы мына 4 мүшені біз топтастырып, осыларды ары қарай жандап көрейік. Бірінші тұрған жаңағы 3 мүшеден біз мынау арада а қосылған 2б-ның квадратын береді екен. Яғни мына 3 мүшеміз екі өрнектің қосындысының квадратын берді. Енді мына тұрған 4 мүшеден біз минус жақшаның сыртына шығарып жүрейік. Сонда біз а куб қосылған 6а квадрат б, алынған қосылған 12аб квадрат және қосу 8б куб деген мынадай өрнекті алдық. Енді ары қарай келесі бірінші тұрған өрнекті жақшасымен өзім жазайын өзгеріссіз. Мына тұрған жақша 4 мүшені бүгінгі тақырып бойынша біз а қосылған 2б-ның кубы деген екі өрнектің
жаңағы қосындысының кубын береді екен. Енді мына арада ары қарай ықшамдайтын болсақ, мынау жақшалардың іші бірдей, біріншісінде квадраты және екіншісінде осы өрнектің кубы екен. Бұл жерде біз ортақ көбейткіш жақшаны сыртына шығарып жібереміз. А қосылған 2v-ның квадратын жақшаны сыртына шығарып жіберсек, мынау арада 1 қалады да, мынада бізде осы өрнектің бір дәрежесі қалады екен, 2v-мыз. Енді мынау арада жақшаны ашып жесек болады екен. Бірінші тұрған өрнегіміздің өзін жасайық. А қосылған 2v-ның квадраты көбейтілген 1 алынған А және жақшаның алдына минустан бастырса, жақшаның ішінде таңбасы өзгертіледі деген бізде ереже бар болады. Ендеше осындай өрнекті алдық. Түсінікті болса, балалар, келесі ары қарайғы мысалымызға көшейік. Ендігі бізге үшінші мысалда мына бір өрнек беріледі екен. Үшінші мысалда үшінші мысалдың бірінші А жағдайында 3х алу 2-ның 2y-дің кубы екен. Міне бұл формула біздің жаңағы екінші формуламызды несі мысал екен, соған салып өтетін болсақ, 3х-ның кубы, бірінші мүшенің кубы, алынған 3 еселенген бірінші өрнек 3х квадраттан 2y-ді көбейтеді екенбіз, және де 3 еселеп бірінші өрнегіміз 3х-пен көбейтіндісімен екінші өрнек 2y-дің квадратын көбейтіп қосады екенбіз. Және азайтамыз 2y-дің кубын. Ары қарай енді бұл жерде біз мына дәрежелердің барлығын есептеп шығайық. 3y-дің кубы деп отырғанымыз бізде 27x-дің кубы. Алынған нешеде квадраттасақ 9x квадрат, 9x квадраттың 3 пен 2-ның көбейтіндісі 6-ны береді. Ендеше 9 пен 6-ның көбейтіндісі 54x квадрат, y-дің жаңағы көбейтіндісін берді. Қосылған мына жерде 2y-ді квадраттап жүрсек 4y квадрат аламыз. Оны мына жердегі 9-ға көбейтсек 36y-дің квадраты шығады екен. Және де 2y-дің кубтасақ алынған 8y-дің кубына тең болады деп мынадай 4 мүшені алдық. Жақсы, не балалар? Түсінікті болса, енді келер мысалымызды қарап көрейік. Келесі мысалымыз бізде 4-ші мысал. Бұл жерде 4-ші мысалда бізге мынадай бір теңдеу беріліп тұр. X қосылған 2-ның кубы тең болады екен. X-дің кубы қосу 8 деген осындай теңдеуді шешімін тауып көрейік. Ол үшін жаңағы біздің бүгінгі өткен екі өрнектің қосындысының кубы деген формулаға салатын болсақ, бұда 4 мүше шығады. Ендеше x куб қосылған 3 көбейтілген x квадрат көбейтілген 2, 3 пен 2-ның көбейтіндісі бізде 6-ны береді. Сондықтан мен 6-ны бірден жаза салайын. Және де қосылған 3 еселенген бірінші мүшеміз x және екінші мүшенің 2-ның квадраты. 2-ның квадраты деп отырғанымыз 4, 4 пен 3-ті көбейтсек, біз 12 деген санды аламыз, ендеше 12-ні бірден жаздым. Келесі 2-ні кубтасақ 8 шығады. Міне, сонымен жақшаның сол жағын, теңдіктің сол жағындағы жақшаны түгел ашып алдық. Енді келесі оң жағындағы x куб қосу 8 өрнегін қалдырамыз. Ары қарай енді ықшамдап көрейік. Егер де теңдіктің оң жағы мен сол жағында бірдей жаңағы таңбалы сан немесе мынадай бір айнымалы тұратын болса, онда біз оны жойылып кетті деп сызып тастауымызға болады. Себебі мына x кубты бер жаққа, сол жаққа шығарсақ, минус x куб болады да, x кубтан x кубты алсақ 0 қалады деген мағынаны береді. Енді мына арада 6x квадрат қосылған 12x және тағы сол сияқты 8 екі жерде де 8 теңдіктің оң жағы мен сол жағында. Ендеше бізде қалады екен 0 теңдіктің оң жағында. Енді мынау біздің білетін жаңағы толымсыз квадрат теңдеуіміз. Бұл жерде 6x-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз ортақ көбейткіш ретінде. Сонда x қосылған 2 тең болады 0 деген мынандай бір теңдеу алдық. Бұл жерде біз жақсы білеміз, теңдіктің жақшаның сыртындағы 6x деген өрнекті 0-ға теңестіре аламыз, және жақшаның ішіндегі x қосу 2-ні 0-ге теңестіреміз. Енді бірінші теңдеуден x-тің мәні 0-ге тең, екінші теңдеуден x-тің мәні минус 2-ге тең екен.
сонда мынау бірінші түбірі, мынау екінші түбірі деп жаза аламыз. Сонымен жауабы біз жаңағы берілген теңдеудің екі жауабы бар деп, -2 және 0 деген екі жаңағы шешімі бар деп жазады екенбіз. Жақсы, балалар түсінікті болса, өте жақсы. Бүгінгі күні міне осындай